барлығыңа сәлем достар. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып подписаться етеміз, және де мен өзімнің аккаунтымды қайтарып алдым. Неге десеңіздер, бұның бәріне отдельно видео шығарғанды қаласыңдар. Жазыңыздар комментке, шығаратын боламын, қалай алғанымды қайттан. Негізі бұл видеода проекттен бастаймыз. Бизнесқа жол деген новый аккаунт алған соң мен өзім проект бастағым келіп тұр. Проекттің аты бизнесқа жол. Біз СК-ға жинайтын боламыз. СК-ға жинап, сол СК-дан дамайтын боламыз. Короче, видеоға кеттік. Достар, мен ТК жасаймын деп шештім. Өйткені ТК ең прибыльный, ең керемет, ең күшті жұмыс деп айта аламын өзіме. Содан кейін қазір бірінші заказ мен примерно бүгін выходной, еще сағатты қаранды. Қазір таң болғандықтан мен дауысым не болып шығып жатыр. Мен таңымен тұрып алдым, чтобы нормальный рейтинг жасау үшін. Қазір мен кешке дейін нормальный рейтинг жасайтын шығамын, хотя бы 200 минимум. Енді көреміз, мен желанияма қарай. Так что бірінші заказымызға кеттік. Достар, біз бір заказымызды жасадық. Бірінші заказымызды алып келдік. Енді басамыз. Андай әріп жазу керек. Давай, шықсай. Жоқ. Мені енді тайм жасаймыз. Баға мен уже көп болды. Ой, емайя. Короче, 5.30, бағаны 5.12 ма еді. Бірақ мені өлдіріп жатыр жолда. Содан кейін мен дұрыстап не істей алмадым. Келе алмадым, қайттан барып, бірақ келген болдым. Так что келесі заказымызға асықпай кеттік. Достар, мінеке келесі заказ. Бұл өте көп береді, маған заказ қарандар қанша береді. 46 мың еба, бұл көп қой негізі. Мен 30 мыңдарды алған кезім болды, бұдан қарағанда бұл баға өте көп. Так что үшінші заказымызға қайтадан кеттік. Үшінші заказ мынау уже. Міне үшінші заказ. Әдем болатыр, прям басамыз и 43 мыңды аламыз. Қазір бізде бюджетімізді қараймыз и таймды жазамыз. Таймда бізде 6 болды уже. Ал бізде уже нормально зарабатывать еттік. Міне 300 мың. Бізде видео басталар алдында 190 мың болған. Біз нормально жинап жатырмыз. Төртінші заказымызға кеттік. Достар, бағана менде аз ақша болатын, 300 мың ба. Қазір 336 мың, еткен мен дербидан ұттым. Дербиға бара салған, бірінші орын алып кеттім. Тамам, әдем болды. Енді төртінші заказ. Таймды қарандар, уже көп уақыт өтіп кетті бағанағы кезден қарандар. Ой, омая. Тайм 6:45 болды. Уже бағана қанша еді. Қанша күн не жоқ қойдым. Короче, аламыз. Төртінші заказ. Енді 5-ші өзіміздің заказымызға кеттік. Бизнесқа аздап өйстіп күнде лямнан көтеріп отырсақ, күнде емес, мен аптасына шығар, өйткені сабақ дегендей жай. 5-ші заказымызға кеттік. Короче, достар, 5-ші заказды алып келдік. Енді easy болып жатыр. Қазірше бюджетіміз уже 370 мың, уже 400 мың болатын алса. Ақша береді бізге. Все, 37 мың берді. И қолымызда уже 37 мың бар. Значит, 5-ші заказды біттік. Енді 6-ші заказға кеттік. Короче, достар, тағы да бір заказ алып келдім. 6-ші заказ. Короче, мені басамыз, алдық и тайм сразу. Қанша болды? 7-тен 26 кетіп қалды. Бағана 6-дан 45 болды соң қарағанда. Короче, все. Келесі 7-ші заказға кеттік. Наконец-то жеттім. Қанша рет застряться етіп қалдым. Админдарға жазып 2 сағат. Короче, сейчас мені басамыз. И все, таймды қараймыз. 7-тен 58, бағана 45 болды ма? Походу. Жоқ. Короче, ұмытып қалдым. Уже біз 20 минуттай жүріп қойдық па, бірдеңе 500 мың уже қолда бар. Easy болатыр. Короче, премия алған соң вообще топ болып кетеді. Короче, сосын мен перекуппен айналысып көтерсем ба деп отырмын, бірақ телефон қатпаса ол жақта адам көп болғандықтан қатады. Так что 8-ші заказға кеттік өзіміздің. Короче, достар, қаншасыншы мынау? 10-ші уже. 10-ші заказ мынау. Енді соңғы заказ деп ойлаймын. Осы күнге тағы жасайын, бірақ мына видео үшін соңғы заказ.
иә 10 заказ жасадық осы видеода. Тағы да келесі видеоларда перекуп көргілерің келсе, лайк басып, подписаться етіп, как сказал, осы бизнесқа жолды істейтін боламыз. Келесі серияға дейін 1 миллион тауып қоярмын. Қазір бізде максимум 500 мың бар. Ал қазір ақшамызды алатын боламыз. 35 мың қолда бар. Значит, біз кешке дейін 1 миллион тапсақ өте күшті болады. Ал тағы да премия бар. Премия 200 мың шығар. Сондай. Короче, достар, сіздермен болған мен бүгін Диорд. Сау болыңыздар.